Ғылыми мақаланы роман құсатып бірінші бетінен бастап соңына дейін әр сөзін сөзбе-сөз оқу, ол уақытты босқа құрту. Бізді осы уақытқа дейін медицина университетінде қалай статьяларды тезірек дұрыс оқып, ол статья сізге келеді ма тақырыбыңызға әлде жоқ па, соны анықтауға үйретпеген. Есімім Әлкен, қазір мен Пекинда стажировка өтіп жатқан иммунолог-аллерголог дәрігермін. Бүгін мен сіздерге әлемдік ғалымдар қолданатын ғылыми статьяларды ең тиімді оқуға болатын әдістердің бірін үйрететін боламын. Ол 3 деген метод немесе 3 өту әдісі деп аталады. Соны көрсететін боламын. Ал кеттік. Бірінші өту әдісі ол бүркіт көзі деп аталады. Ол жерде 2-3 минут қана жұмсаймыз. Ол мақаланың бізге маңыздылығын түсіну үшін көмектеседі. Бұл жерде бізде title, keywords немесе кілтті сөздер және abstract. Авторлар не істеді және қандай қорытындыға келді. Осы жақта біз бірден анықтай аламыз. Introduction немесе кіріспе бөлімінде осы зерттеудің қандай мақсаты болған еді және conclusion бөлімінде олар, яғни сол авторлар көздеген мақсаттарына жетті ме? Осы сұрақтарға жауап алынады. Одан кейін біз суреттер мен таблицаларға бірден қарап шығамыз. Ол жерде бізге нақты информацияны айтып жатыр ма? Керекті нәрсені айтып жатыр ма және ол статьяны толықтай сипаттай алады ма? Соны қараймыз. Осы 3 минуттың ішінде бұл мақала сіздерге керек па? Бағалайсыздар. Егер керек болмаса, ол статьяны жабамыз және келесі статьяға өтеміз. Келесі бөлім ол медициналық фокус деп аталады. Бұл жақта methods and results, яғни әдістер мен результат нәтижелерге тоқталып өтеміз. Бұл да 3-4 минутымызды алады. Бұл жақта біз нәтижелер мен методтарға тоқталып өтеміз. Мысалы, қандай зерттеу дизайны қолданды, RCT немесе когортное исследование, cross-sectional деген сияқты. Қанша адамға зерттеу жасалды дегенге тоқталып өтеміз. Қандай диагностикалық методтар қолданылды, ELISA, flow cytometry, western blot, соларға тоқталып өтеміз. Бұл жерде бізде әдістеме немесе methods бөлімі өте маңызды бөлімдердің бірі, себебі ол жақта қателік кеткен болса, онда бүкіл яғни зерттеу дұрыс емес жасалған деген сөз. Сондықтан сол нәрсені біз бірінші бағалауымыз қажет болады. Енді результаттар немесе нәтижелер бөлімінде p-value деп айтамыз. Сол нәтиже 0,005-тен төмен болған ба, жоқ па, соған қарап біз нәтижелер дұрыс немесе бұрыстығын анықтай аламыз. Соны тез бірсыпыра қандай нәтижелерге жетті, не нәрсені көрсетті, соны қарай аламыз. Статистикасы былайша айтқан. Енді терең оқу деген бөліміне келді. 3-ші пас деп айтамыз. Ол жерде біз discussion бөлімі немесе талдау бөліміндегі кемшіліктер, артықшылықтар және талдауларға мән береміз. Қандай басқа статьялармен немесе басқа авторлардың жасаған жұмыстарымен қайшылық бар ма, әлде жоқ па, ұқсас па, әлде жоқ па, және ондай информациялар бар ма, әлемде жоқ па, соның барлығын сол жерде талқылап өтеді. Соған аса мән береміз. Мақаладан алынған бүкіл ойларыңызды өздеріңізге кішігірім бір жерге жазып өтесіздер. Excel форматта болсын, Notion болсын, немесе Word болсын, қай жерде ыңғайлы сол жаққа жазып өткен маңызды. Қорытындылай келсек, кез келген статьяны оқыған кезде осындай әрбір бөліміне тоқтап, өзіңіз тез бірсыпыра оқып шықсаңыздар, бір үлкен Scopus немесе PubMedте жарияланған статьяларды 15-20 минуттың ішінде оқып, одан қандай нәтиже шықты, әлде шықпады, соны талдай аласыздар. Егер сізге ғылыми статьяларды жазу немесе ғылыми статьяларды оқу бойынша қызықтыратын болса, онда парақшаға жазылып, ары қарай видеоларымды көрсеңіздер болады. Бұл жақта мен өзімнің стажировкада өтіп жатқан немесе өзімнің пайдалы информациялармен бөлісіп өтетін боламын. Пайдалы видеоларымды жіберіп алмаңыздар, арнама тіркеп қойыңыздар.